Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Арнаулы кітапхананың ақпарат айнында атты 28-ші шығарылым аясында мерзімді басылымдарға онлайн шолуымызды жалғастырамыз. Жергілікті басылым Сыр бойы газетінің 186 санының 3-ші бетінде Бауыржан Момышұлына 110 жыл толуына орай жеңістен кейінгі сөз атты мақаласы жарияланған. Сыр бойы газетінің 2014 жылғы 25 қаңтар күнгі санынан журналист Жолдасбек Ақсақалұлының Бауыржан Момышұлы және соғыс шындығы атты мақаласы жарияланған еді. Адамзат баласына қайғы қасірет әкелген ұлы отан соғысы жылдарындағы қанды қырғын соғыста Бауыржан батыр ерліктің символына айналған. Қазақтың біртуар ұлы, дарынды қолбасшының Мәскеу үшін шайқастағы біз білмейтін естеліктері әлі де көп. Осы санның 4-ші бетінде рухани жаңғыру айдарымен тұлпар мініп жан батқан атты мақаласында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығының жер жүзіне ұлы даланың тарағаны тарихтан белгілі деп жазды. Атқа міну мәдениеті мен жамбы ату туралы толығырақ осы саннан оқи аласыздар. Сыр бойы газетінің 187-ші санында волонтерлік көптеген адамдардың саналы түрде таңдаған өмір салты атты мақаласы жарияланды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев волонтер жылының ресми жабылу рәсіміне қатысты. Президент жиынға қатысушылар алдында сөйлеген сөзі волонтер жылының табысты болған атап өтті. Егемен Қазақстан газетінің 235-ші санының 6-ші бетінде рухани жаңғыру айдарымен едіге деген ер еді атты мақаласында Ақтөбеде ер едіген ноғайлы дәуірінің жыры тақырыбында өткен халықаралық ғылыми конференцияда әр кезеңде 40-тан астам жыршы жырау орындаған ер едіген ноғайлы дәуірінің жырлары атты 2 томдық альбомы таныстырылды. 10 дыбыстық жазба дискіден тұратын жинақ Мұрын Сеңгірбайұлы жырлаған Мәулім Нияз, Едіге, Орақ Мамай, Қарасай Қази дастандарынан басталады. Бірінші бөлімінде ноғайлы дәуірінің басты қаһармандары туралы деректер беріліп, жырды осы күнге дейін жеткізген жыршы жыраулардың өмірбаяндары қазақ, орыс және ағылшын тіліне аударылған. Осы санның 6-ші бетінде мың жылдық дала фольклоры атты мақаласында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында халық ауыз әдебиет үлгілерінің мың жылдық мұрасын жаңғырту аясында дала фольклоры антологиясын жасау және қобыз, домбыра, сыбызғы, сазсырнай тағы басқа дәстүрлі музыкалық аспаптармен орындауға арналған ұлы даланың көне сарындары жинағын басып шығару қажет деген болатын. Егемен Қазақстан газетінің 236-ші санының 1-ші бетінде реформалар жөніндегі кеңес отырысын өткізді атты мақаласы жарияланған. Қасым-Жомарт Тоқаев реформалар жөніндегі жоғары кеңестің кезекті отырысында мемлекеттік жоспарлау жүйесін қайта құру әдістері қарастырылып, микроэкономикалық саясат, әлеуметтік саланы дамыту, экономиканы әртараптандыру және бизнесті реттеу, сот және құқық қорғау жүйелерін реформалау, мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі консультативтік комитеттердің жетекшілері баяндама жасады деп хабарлайды президент баспасөз қызметі. Осы саны 2-3 беттерінде мемлекет жастарға әрдайым қолдау көрсетеді. Бұқаралық спортты дамыту халық денсаулығын нығайтатын фактор. Ел мерейін өсірген елбасы бастамалары атты мақалалары жарияланған. Осы санның 5-ші бетінде заң түзелмей реформалар өрге баспайды атты мақаласында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің жаңаша даму бағдарын айқындап, нақты мақсат міндеттерді белгіледі. Ұсынылған реформалардың тиімді орындалуы үшін алдымен жаңа заң нормаларымен бекемделуі тиіс. Осы ретте президенттің парламенттегі өкілдігінің басшысы Бейбіт Исабековпен сұхбатын оқи аласыздар. Осымен бүгінгі шолуымыз аяқталды. Мақалалармен толығырақ танысып оқуларыңыз келсе кітапханаға келіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.